Орыс енеммен жоқ нәрсе үшін ұрысып қалдық. Бір пысықтығым ұстап осы коляскаларды жуып қояйын деген едім. Орыс енем, ты что, себе хочешь маститься работать деп ұрысып тастады ғой. Жарайды, сіздікі рас қой деп өтірік алдап қойдым да паластарымды жуып алдым. Жылына бір рет жасалатын жаңа жылдық салатты жасап, сорпаларымды дайындап, орыс байыммен кешкі жұмыстарымызға шығып кеттік. Үлкен ұлымды жылатып, ұрып-соғып, каратеге тастап кеттік. Ты меня оставил надолго деп жынданып тұр ғой осы жерде. Былай қарап тұрсам, бізде күнделікті раскопка бар екен. Таза продуктыларға раскопка жасап отырайын ба? Осы алған заттарымыздың бәрі 50 000 теңгеге шықты. Сіздің ауылыңызда немесе қалаңызда 50 000 теңгеге қаншалықты күнге продукт аласыздар? Кешегі менің диагнозыма байланысты салған видеода көбісі дәрігерлерді кінәлама деп жатыр. Мен ондай мақсатта айтылмаған еді ол видеода, дәрігерлер кінәлі немесе жұмыстарына қадағалады деген жоқпын. Провокацияға сенбеңіздер достар. Мені көріп отырған досым, маған тіркеліп лайк басып, орыс байымнан 500 000 ұтуыма көмегіңді тигізіп жіберші.